Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін де Аллах тағаланың қалауымен осындай керемет күні сіздермен қауышып отырмыз. Алла тағаланың ең сүйікті құлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям өзінің хадисінде дұға ету ол ғибадат деген. Сонымен қатар қасиетті Құран кәрімде егер сендердің дұға тілектерің болмаса, Алла тағала сендерге не деп мән берсін деп айтылған. Демек, мұсылманның ең жақсы ісі бұл Алла тағалаға қол жайып дұға тілеу, яғни тілек тілеу болып саналады. Бірде Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір адамның Аллаға мақтаулар айтпай және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямға салауат айтпастан дұға жасап жатқанын естіп, мына адам асығып жатыр дейді. Сосын ол адамды өзіне шақырып алып, сендерден кім Алладан дұға тілемекші